Есілді жағалай бой көтерген әсем Астана бұл күнде Гиннестің рекордтар кітабына лайық жылдамдықпен өсіп өркендеп, арқа төсіндегі алып шаһарға айналды. Елбасының игі бастамасымен күн санап көркейе түскен жас қаланың халқы да артып, миллиондық межеге жақындады. Еліміздің әр аймағынан алып асарға ағылған мыңдаған жандардың осында танысып табысуы, Астананың тағдырлар тоғысқан орынға айналуы заңды құбылыс. Айдар біздің негізгі кейіпкеріміз. Жалпы жаман жігіт емес, тек басына шымшытырып оқиға тілеп алып жүретін қызық әдеті бар. Мен қызмет ететін қала көркейту мекемесінің жобалау бөлімі. Көріп отырсыздар, арпа ішінде бір бидай болып жүрген жайым бар. Алдымен сылаңдаған қыздарды таныстырып өтейін. Нұргүл, жылды жорамалға көз жүгіртпей жұмысқа кіріспейтін кербез қыз. Жаздай жадырап тұрып қабағынан қар борап кететін несі тағы бар. Инна, айламалы қолығы бір басына жетіп артылатын бой жеткен. Кіммен күліп, кіммен жүріп сөйлесу керек бәрін біледі. Шоколадтан шықтым деген күні болған емес. Арай, жылдың 4 мезгілін телефонның тұтқасы арқылы тыныс алып өткізетін қыз. Арайдың түсінігі бойынша телефон өсек айту үшін ойлап табылған аппарат. Айгүл, бұл арудың арманы сүліктей қара су жаңа машина алып беретін жаңа қазақты жолықтыру. Кездесіп ақ жүр, бірақ жарылқай салатын жомартын табу қиындау болып тұр. Сәлем. Айдар, жолды жорамал бойынша сен кімсің? Балықтар? Балықтар. Балықтар маған сәйкес келмейді екен. Тыңда, балықтар жақын күндері өміріңізде үлкен өзгеріс болады. Көшеде жүргенде бағдаршамнан байқап өтіңіз. Көршіңіздің... Жұлдызнама деген ол ойдан жазылатын нәрсе емес пе? Соған да сеніп. Сенбесең тыңдамай-ақ қой. Осы жұртқа жақсылық ойласаң. Нұргүл, шаяндарды оқышы. Мен сендерге немене жұлдызшымын ба? Керек болса өзің оқып ал. Қашан? Я. Кездесеміз ғой. Оқимын. Сәлем. Жұмыс істе. Сау болыңыз. Қызметкерлеріңіз қалай жүреді? Бастыққа келе жатырмын деген ой жоқ па? Сөйле Бақытжан қызы, шақырдыңыз ба? Кел, Жұмабаев, отыр. Міне, 10% зейнетақы қорына 3% табыс салығы. Қазір бойдақ салығы деген жоқ. Әйтпесе, мына жерге қол қой. Кеше жоғары жақта жиын болды. Астана мерекесіне орай қызметкерлерге берілетін жаңа пәтерлер мәселесі қаралды. Біздің мекемеге 9 пәтер бөлініпті. Алдыңғы кезекте тұрған көп балалы жанұялы қызметкерлерден бір пәтер артылып тұр. Соған үміткерлердің тізімінде сен және жаңағы шаруашылық бөлімінің меңгерушісі Жексенбаев Азамат бар. Қайсыңа бұйырарын білмеймін. Қазір тұрып жатқан мекеменің үйінде сені бүйтіп тайраңдатып қоймайды ғой. Тезірек қимылдамасаң далада қаласың. Сен мені түсініп отырсың ба? Мұндай мүмкіндік бола бермейді ғой.
айналайын-ау, өтірік болса да үйленген деген бір жапырақ қағаз әкеліп берші. Жақсы, ойланып көрейін. Ай, балам-ай. Баспана мен бойдақтың мәселесі бұл жігітті екі бүйірден қыспақ қалды. Сау бол. Сау бол. Айдар, кездескенше. Сау бол. Жағдай қиын баптар. Жайбарақат күнде зуылдап жүрген азамат тегін пәтер дегенде аянып қалмас. Мен сен туылған кезде мен ешін қуандым. Сен бойынша тексердің ғой. Жақсы. Шәміл аға, жұмыс қалай? Бәрі дұрыс па? Бәрі ойдағыдай. Кешегі дизайн бөлімі қабылдаған 3 тапсырыс бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Жігіттер, тез қимылдасаңдаршы. Мынау не? Мен айтқандай хром эффект па? Иә. Жарайды. Иә? Жақсы аға. Аға, біздің бастыққа не болған? Әр көшеге көктем орнап гүлдейді, жарқырайды, күндіз болсын түнмейді. Қарапайым қалың қауым бұл біздің, ісімізді білмейді ғой, білмейді. Қаланың келтіретін сәнінде, біз қаланың кіргізетін әрінде, Астананың аспан сүйген ажарын тамашалап көріңіздер бәрінде, Астананы көріңіздер бәрінде. Біз жай ғана жұмысшылар емеспіз, сылақшыдан құрылысшы да емеспіз. Жас қаланың, бас қаланың бақытын тасытам деп үлес қоссам белеспіз. Біз қаланың келтіретін сәнінде, біз қаланың кіргізетін әрінде, Астананың аспан сүйген ажарын тамашалап көріңіздер бәрінде, Астананы көріңіздер бәрінде. Сәуле ханым айтқандай бір қызбен уақытша қалыңдық болуға келісімге келсем. Бас екеу болмай, мал төртеу болмас деп әкемді әңгімесін бастағанда, келін балаңызбен деп таныстырам. Табылған ақыл. Бірақ ондай қызды қайдан табам? Жігітім, көзіңе қарамайсың ба? Кешіріңіз, мен... Я, сен. Мына кісі өзі қызық қой. Жүйіткіп келе жатқанымызды көріп тұрсың ғой. Әлде велик мінгендер жолды кесіп өте берсін деген жаңа ереже шықты ма?
өте қуаныштымыз жігіттер. Үлкен рахмет, бірақ біз қайтайық. Қайда шықтыңдар? Әлі ерте емес пе, ә? Жоқ, біз мұнда 1 сағатқа отыруға ғана кіргенбіз. Ертең жұмыс дегендей. Жұмыс ешқайда қашпайды. Қайта Кішкене көңіл көтерейік. Біз елдің кезекшілік кетіп түсеміз. Солай емес пе, біз Нина? бәрін түсінеміз. Керемет билейді екенсіз. Немен айналысқансыз ба? Иә, қатысқам. Жаңағы. Неге? Хореография? Иә, сол, хореография. Кейін сурет өнері мектебіне ауысып кеттім. Бізге шынын айту керек. Үйге қайту керек. Жақсы, біздікі жай ұсыныс қана. Қай жерде тұрасыздар? Мүмкін жеткізіп салармыз. Иә, жеткізіп саламыз. Жаңағы бір жігіт біздегі Айдарға қатты ұқсайды екен. Қойшы, Инна, қайдағыны? Білмеймін. Ал қыздар, машинаға отырайық. Иә. Қазір. Тоқтат. 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 Қыздар, отырыңдар. жасау керек. Бүйтіп қыз демеп қойдым.
темір үзетін жас жігіт жанұя құру мақсатында қыздармен танысқысы келеді. Мынау идея екен. Енді сенімен клубқа бармаспын. Не боп қалды? Қызық енді басталып келе жатқанда қайтамның ән бастайды екенсің. Айтпақшы, анау Арман деген жаман жігіт емес сияқты. Саған сынып қалды ау деймін. Әлде машинасы ұнамай қалды ма? Ой, қош, қайда қалай. Ай, проводник бала! Қазір ата. Ау мынау тасып кетпесе шайының айдайтын кез болды ғой. Ой ата, шыққанымыз қазір ғой. Шыдасаңызшы. Ау мынау келесемізді кемпірім өлтірейін демесең бермейміз шайыңды. Ассалаумағалейкум. Кешірім сұраймын. Өтейікші ата. Жан, тоқташы. Болмайды. Келе ғой бұлың. Сенің атың кім? Арай, мен Астанаға бара жатырмын. Астанаға? Иә. Әй, менің қызым қайда ол? Қайда жүрсің сен? Ассалаумағалейкум ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Ау, бұл шайларың қайнай ма, қайнамай ма? Түу! Ол дизайнердің қасына отыруға бола ма? Жұмыс қалай? Түнімен жоба сызып қиналып жүрсің ғой деймін. Ас болсын. Сәлемет бе? Сәлематсыз ба? Сәлеметсіз бе? Уақыт жақындап қалды. Біреумен келістің бе? Қолымды кешірмеп, өкініп қап жүрме. Жаңа жоба ма? Айдар! Айдар! Алло? Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Мен жарнама бойынша хабарласып тұр едім. Газеттегі танысу бұрышындағы хабарлама бойынша. Жарнама? Танысайық. Қыздың жолы жіңішке дегендей өзіңіз жайлы айтып өтпес пе екенсіз? Айтар болсақ, жоғары білімді, нағыз жігіт, жасындағы азаматпын, тұрақты жұмысым бар. Ал сіздің есіміңіз кім? Менің ба? Менің Қарлығаш. О, қандай керемет. Менің анамның есімі Қарлығаш. Шын айтасыз ба? Иә. Олай болса кешке қарай хабарласайық. Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз, сау болыңыз. Сау болыңдар қыздар. Ертең келеді, жақсы. Иә. Бүгін қолым тимейді. Кешке кездесуім бар. Болмайды. Жақсы. Сен кім емессің? Ақша салып қоймайсың ба? Рахмет.
ертең әкем келеді. Қашан немере сүйдіріп қуантасың шырағым-ай, менің қанша өмірім қалды дейсің деп тағы бастайды. Сосын жүрегі ауырады. Momağın әлгі. Аса қорқатында еш нәрсе жоқ. Бас сүйегі аман. Дұрыс. Үйленгенсің бе? Жоқ. Түсінікті. Бас әлі шайқалмаған екен. Бойдақтық, байлық. Үйленбеген үйдей бәледен құтылады. Қолымызға түспей жүрген Қызылқұмның қыран жігіттерін құрықтауға көмектестіңіз. Оған рахмет. Бәрі дұрыс жазылды ма? Жақсы дұрыс. Аға лейтенант мырза, жәбірленуші арыз жазып болды. Ұрланған заттар протоколға тіркелді. Дұрыс онда. Көршіңіздің дәрігер болған қандай жақсы. Жеңіл желпі процедураларды өзім қадағалайым деп отыр. Ал сіңілім, мына жігіткенді өзің қара, жарай ма? Жарайды. Ауруханаға барудан бас тартсаңыз, ол өз еркіңізде. Ал тергеу шаралары барысында шақырғанда
келуге міндетсіз. Ал жігіттер, болсақ жүрейік. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сізге көп рахмет. Тасып баратқан дүниемде жоқ. Сонда да біреуге жимайсың ғой. Шешесіз бе? Иә, ішем. Қазір. Сіз поэзияны ұнатасыз ба? Ұнатам деген аздық етер. Сіз де жақсы көретін шығарсыз. Иә, әрине. Сізге кімнің өлеңдері ұнайды? О, шай қайнап кет. Мұнда бір жола көшіп келдіңіз бе? Оны уақыт көрсетеді. Оқу аяқталған соң осында жолдамамен жіберді. Қазір екінші ауруханада жұмыс істеймін. Солай көрші болып қалдық. Алыңыз. Рахмет. Менің есімім Айгерім. Айда. Кеш жарық. Сәлематсыз ба? Қайдан жүрсіз? Жай қыдырып. Өзіңіз не істеп жүрсіз? Жай сол, таза ауада серуендеп. Күткен кісіңіз келмеді ме? Кешігіп жатыр. Сонда сіздің атыңыз Қарлығаш па? Қойыңызшы. Ақсақал, шайыңыз дайын. Рахмет Айнұр. Ойбай абайлаңыз ыстық. Иә. Ойыздарың жайлы жақсы екен. Ата, сіздер үшін ғой барлығы. Рахмет. Жаурамай, оңбайсың қыста дедім. Жұрттың әйелдері жаздың күнінде тон киеді. Мен неге кимейді екенмін? Киесің дедім ғой. Ана машинаны сатсам да саған сотыңды әперем. Әперес. Әперем дедім. Айғай дедім. Қыз кезінде бәрі жақсы. Астанаға барасыз ба? Иә. Айдар деген жалғызым сонда тұрады. Сол үйден бек қойды. Бастығына барып айтпасам, басқа амал қалған жоқ. Дұрыс. Ал егерде
бастығының қолынан келмесе бар ғой, тіке депутаттарға барыңыз. Депутаттар менің қолыма не істейді? Әрбір 22-ден асқан жігіттерге үйленбеген үшін үлкен салық салатын заң қабылдасын. Әйтпесе халқымыздың саны көбейтетін ешқандай айла қалмады. Мен сияқты ақылды, патриот жігіттер кемде-кем. Мысалы менің бір балам бар. Дәлірек айтса 1,5, дұрысы 2. Ал жағында не бары қалғаны 8 бала. Бала тау оңай болса, өзің тап. Қияли жоспарларың бітпеді екен осы сен. Мен әйел болсам, 20-сын табар едім. Ай, мақтаншы ағай, қойш. Әр баланың өзінің несібесі бар емес пе? Әрине. Біздің болашағымыз бүгіннен де жарқын болатындығына мен кәміл сенемін. Неге өйткені ниет етсем, кез келген нәрсеге қол жеткізуге болады. Әрқайсымыз өзімізден бастайық. Мысалы мен мақтаншақтығымды 80%-ға азайтайын. Мына кісі балаларымды 80%-ға арттырсын. Ал бірағында сіздер қариялар, елдің игілігі үшін не істей аласыздар екен? Мен енді бірге жасаймын ғой. Ал аны кемпірім бала табуды 80% түгілі 8%-ға орындай алмайды. Ата? Енді менің ақыл айтқаным әрине болмас, тақымда жоқ. Бір ұсыныс айтсам бола ма, ата? Айта ғой. Біріншіден анау ұлыңыздың басын 2 еді. Сосын барып мал мүлкін 4 қолып. Кемпіріңіз екеуіңіз Астанаға көшпейсіздер ме? Керемет ұсыныс қой. Екіншіден, дәл осылай Астанаға сапарыңыз түссе, біздің қызметімізді пайдаланыңыз, әрқашан шайыңызды, жайыңызды жасаймыз. Дәмір жарылқасын. Сіздер үшін, ата. Что вы желаете? Минералочку, пожалуйста. Ағай, сізге? Маған өрік шырыны болса. Рахмет. Не қалайсыз? Just some water, please. Is there anything you'd like to drink? What would you suggest? We have orange juice, apple juice, tomato juice, water, red wine, white wine, spirits. No. I would like to have some special Kazakh drink. Okay. Сіздер не қалайсыздар? Нет, спасибо. Here you are, please. What is it called? Kumis. Kumis. Thank you very much. Rahmet. This is something I never tried before. Oh, really? Ханымдар мен мырзалар, біздің ұшақ 1 минуттан кейін Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласының әуежайына қонады. Астана қаласында ауа райы 25-27 градус нөлден жоғары. Қош келдіңіздер. Hoş geldiniz, жолаушылар біздің әуе кемеге. Сақтандыру белгілерін байлаңыздар денеге. Қызметі тым ерекше ұқсамайтын басқаға. Сіздерге алғыс білдіреді біздің егер Астана. Ақшуаға бана, азаттықтан тана, сөндірмесің тымақ әсерді. Шайқалған жас қауым, арайлы Астанам, қуанып қарсалар сіздерді. Ақ бұлттың аршағында сізбен бірге самғаймын. Болашаққа бет түзеген бақытымыз қандай біз. Егер бізге мінбесеңіз кетер еді күн қанша. Жеткіземіз барлық елге көзіңді ашып жұмған.
қанша ақ шуақ аспаны азаттықтан сана сөндірмесін дымақ іздерді шайқалған шайқалар астана толаны қақталар сіздерді Әйгерім, маған тез арада үйлену керек. Жақсы үйле. Маған не қыл дейсің? Әлде қыздар жоқ па? Жоқ, қыздар бар. Жұмыста бір қора қыз бар. Бірақ сен мені дұрыс түсінбедің. Маған өтірік болса да үйлену керек. Не? Хикаяның устысын шынайы етіп жазып шығу оңай болмай тұр. Қазақтың инабатты, сыпайы, тәрбиелі қызы мұндай қадамға баруы мүмкін емес. Жасанды оқиға десе не деймін? Бірақ жалындаған жастық шақтың тегеуіні ойланып тұруға мүмкіндік беретін беттайыр. Айдадың мәселелермен танысқан Әйгерім тәуекелге бел болды. Уәлихан Бектайұлы, сапар қалай бағып келеміз? Рахмет, жаман емес. Дайындық барысы қалай болып жатыр? Шаруашылық бөлімі қызу жұмыста. Жоспарды асыра орындап жатырмыз. Біз де қарап жатқан жоқпыз. Қазір көреміз. Біздің бөлімнің қызметкерлері де бұл мерекеге күндіз-түні үлкен дайындық үстінде. Бұл мерекені абыроймен өткізу біз үшін үлкен сын болып тұр ғой. Иә, көрініп тұр. Мына жердегі қызметкеріңіз қайда? Ол қызметкеріміз творчестволық ізденісінде. Уәлихан Бектайұлы, біздің бөлімге жүріңіз. Жоспарды орындап жатырмыз де. Иә, көріп тұрсыз, бәрі ойдағыдай. Жақсы, жарайсың. О, ассалаумағалейкум, ақсақал. Алейкум ассалам. Қалай? Зейнетке шығуға асығып жүрген жоқсыз ба? Жоға. Көңіл жас қой әлі. Мұныңыз дұрыс. Дәстүр мен заманауи жаңалық үйлесім тапқаны жақсы. Жақында Парижде болдым. Көзбен көрмесе айтып жеткізу қиын. Лувр, оның дәл қасында пирамида. Ғажап. Әйнектен жасалған. Айтпақшы, Сәуле ханым, бір қызметкерімізді шетелге оқуға жіберуге мүмкіндік туып тұр. Жарайды, ол жайында кейінірек әңгімелесек. Жақсы. Бәке, біздің астанамызда бар ғой, ешкімге есесін жіберер емес. Санаулы жылдың өзінде қалай құлпырып шыға келді. Есіңізде болар, қаланың шекарасы бұрын анау жерлермен ғана шектелетін. Ал енді қараңызшы, қарыштап қалай өсіп келеді. Жалғасымыз алға сырып барады өмір, арнасымыз жолаушымыз өмірге біздеген. Астық талай белестерген, орман тоғай дөңестерген, жандарымыз жалықпай жол іздеген. Көп тілегін арқалаған, қызығы да тарқамаған, осы біздің ағайын маманды.
Қартыңа да жасыңа да һәм қарындас Абдуллаға баршаңызға тілейміз амандық. Келес аялдама кемел байтақ, елімнің астанасы, жапырағын жайған бәйтеректей жаса қазақ баласы. Ертең үшін елдің елеңдеген ақыластар данасы, жастар жастан мәңгі бар астанам, болашақтың қаласы. Темір жолым мақтанышым, өзің сүйіп тапқан ісім, қызметті келеміз елге ді. Тәтті тілес сапарыңа, барам деген шаһарыңа, жеткіземіз депті сен тербеті. Жасаймыз біз жайыңызды, әкелеміз шайыңызды, жол серікті жолаушы жолдасы. Көз тартатын гүл алаңыз, зәулім биік мұнаралы, есік ашты елімнің ордасы. Келес аялдама кемел байтақ, елімнің астанасы, жапырағын жайған бәйтеректей жаса қазақ баласы. Ертең үшін елдің елеңдеген ақыластар данасы, жаса жаса мәңгі бар астанам, болашақтың қаласы. Жақсы, сау болыңыздар. Қалай жеттіңіз, әке? Жақсы жеттім. Әйгерім. Саламатсыз ба? Есім. Айтпайсың ба балам? Негізі әйгерімнің мұнда тұратын үйі қаланың сол жақ жағалауында. Біздікіндей 2-ші қабатта емес, 7-ші қабатта тұрады. Терезесінен бәйтерек көрінеді. Бүгін сізбен танысайын деп мұнда әрең келді. Солай. Қысылмайын ағай. Заманына қарай адамы дегенде түсінетұғын халге бізде келдік қой. Жастар жарасып қосылып жатса, үлкендер ағадал жолға бағыттап жатса, оның несі айып? Орынды жерге орынсыз пікір айтатын адам мен емес. Қысылма құлыным. Айналайын. Айналдым маңдайдан. Abu Anım, seni
көзіңе қарасам талмайды бір өзіңе жарасам айтайын мені әнеме қосылшы айналайын жүрген жерде жаман болмайды тесіліп қарадым сені кезіңе баладай сендім сенің сөзіңе алдама мені шалсы бүгін бізге арналған осы айлы түн ей жаным сен аха ей жаным сен аха бұл әнді саған арнайды енді қайда? Мынау Әйгерім ғой. Әйгерім? Сәлем Әйгерім. Сәлем. Мұнда қайдан жүрсің? Бұрын балықтарға қызығушылығың жоқ еді ғой сенің. Жоқ, мен балықтарды жақсы көрем. Жұмысты жинап қойып қыдырып жүрсің бе? Ауылдан атам келген. Қыдыр сенің атам ба? Қасындағы жігіт кім? Туысқандарым ғой. Жақсы хабарласқандарым. Әйгерім, сау бол. Стапыралла. Адамзат баласын ойлап таппайтын жоғау сірә. Айнала суға толтырып, төменнен балық жүздіріп қойған. Айналайын. Шыныға сенім бар ма? Тезірек шығайықшы бұл жерден. Акуланы көрмедік қой. Мен осында балық көруді армандап келді деймісің? Ауылдан Астанаға сабыр келгенде, акула көруге келгенде сірә. Қарағым тезірек шығайық. Егер балық керек болса, ауылдың жанындағы көлшікте балықтың түр-түрі толып жатыр. Балам, осыдан ауылға барған соң шешеңді қуантып тойғанына кірісеміз. Әке тойға асықпаңыз. О жағын маған тапсыр. Әйгерім. Айналайын. Әйгерімнің көңілі түсіп кеткен болмаса, бұл мәселе бір жақты болған сияқты. Ендігі шаруа пәтер құжатын реттеу. Кішкене қалды Айдар. Шыда. Айдар. Не бол? Менің біртүрлі жүрегім дүрсілдеп барады. Әлі кеш болмай тұрғанда қоя салайықшы. Басында келісім беріп алып, енді басқаша сөйлеп тұрғаның қалай? Қызық екенсің. Төлқұжатымызға ешқандай мөр басылмайды. Біз барып, алғашқы тіркеуден өтсек болды. Неке сарайынан анықтама жазып береді. Оның ешқандай құжаты күші жоқ дегенің қайда? Қазір шынымен болайын деп жатыр ғой. Қазір бәрі дұрыс болады, уайымдама. Төлқұжатыңа ешкім мөр баспайды. Мен келісіп қойғам. Кіммен? Кіммен? Осында істейтін бір кісімен. Айдар, ойыннан от шығып барады. Осы жерден тоқтайықшы. Қызықсың сен. Мені жарты жолда тастамақшысың ба? Не демексің? Мен бе бастаған осының бәрін? Неге көндің? Басында жоқ дей салмадың ба? Сіз таңдап алған жарысты өмір бойы сүйісуге қиыншылық. Жақсылығыңа жақсылық жасағым келгеніне кінәлімін бе?
жан шарыңыздың өмір бойы телефон Неге маған дауыс көтеріп сөйлейсің? Қапа болма. Туған жетпейді, бұйырған кетпейді. Басыңа қонған бағыңды бағалай алмай айырылып қалсаң, өзекті өртейтін өкініш сонда болады. Сәлеметсіздер ма? Қалай денсаулықтарыңыз, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Жұмыс барысы қалай болып жатыр? Айгүл, Жазғы демалыс уақыты өткенде сен маған жасындарында жұмыс сұрамын, жұмыстан береді қызып ма? жатқаны көңілдеріңізге Соң газет қайда? тиген жоқ па? Ол газет қазір менде жоқ. Болған әрбір Неге сұрадың? қызметкер бұған түсіністікпен қарайды деп Же, білеміз. бір мақала бар еді. Солай емес пе? Сонымен жиналысымызды бастайық. Көптен бері күтіп жүрген Астана күні де жақындап қалды. Атқарылып жатқан жұмысты қорытындылап алайық. Жексенбаев, шаруашылық бөлімінен бастасақ, қалай, қарсы емессіз бе? Неге қарсы боламын? Біз әрқашан дайынбыз. Бірінші кезекте қала экстерьеріне инсталляциялар орнату мәселесіне тоқталып өтсек. Жігіттер, бейнепроекторды қосып жіберсеңдер. Рахмет. Астана жас қала, салауатты өмір салтымыз бағдарламасы бойынша жұмыс 90%-ға аяқталды. Аталмыш тақырыптарға қатысты жалпы саны 80 билборд орнатылды. Қала көшелеріне тарих тағылымдары топтамасындағы жұмыстардың насихаттайтын 84 билборд орнатылды. Орталық аймаққа келсек, Кенесары көшесінде 12, Жеңіс даңғылында 10 тақта орнатылды. Қала көркейту жоспарында бейнетараптардың реттік кезектесу мүмкіндігін 34%-ға ұлғайттық. Осындай жұмыстар атқарып жатырмыз. Дұрыс. Кедергі туғызып жатқан мәселелер жоқ па? Егер дизайн бөлімі жаңа тапсырысты тезірек өткізбесе, кейбір нұсқаларды қайталап қойымызға тура келеді. Оның неге уақытылы өткізбей жатсыздар? Бұл тапсырма кімге жүктеліп еді? Мен жарнама тақталарына жауап берем. Маған жүктелген тапсырманы уақытынан бұрын аяқтап өткізіп тастағам. Менде бәрі жоспар бойынша атқарылып жатыр. Мен ғимараттардың сыртқы көрінісі бойынша жұмыс істеп жатырмын. Жұмабаев, сен не айтасың? Жұмабаев, не үндемейсің? Тапсырманың бәрін орындадым, уақытылы өткізем дегенің қайда? Бүкіл қызметкерлеріміз қала мерекесін абыроймен өткізу үшін барын салып, жұмыс істеп жатқанда мұның қалай? Әлде сенің жұмысыңды мен атқарайын ба? Иә, дәл солай. Сәуле Бақытжанқызы, пәтер кезегіне сіздің бөлімнен ұсынылған осы жігіт пе? Иә, осы жігіт. Жарайды, онда қызметкеріңізге тағы бір мүмкіндік береміз. Тапсырма таңертең дайын болатын болсын. Түсіндің бе?
майың түбі тұңғиық батасында кетесің. Әсем қаламыз жаздай жадырап тұрғанда сұлу бойжеткеннің мұңайғаны жараспас. Әрі жақсы болады. Жас та болса, өз ісінің білікті маманы. Тапсырылған жұмысты асқан жауапкершілікпен орындайды. Болашақта бұл жігітті үлкен қызмет орындарында байқап қалуымыз мүмкін. Өзінің ұйымдастырушылық қабілетімен, өз қарамағындағы қызметкерлеріне деген аса қамқорлығымен көзге түсіп жүрген Жексенбаев азаматты ортаға шақырамыз. Мекеме басшылығының бұйрығы. Қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын көтеру мемлекеттік бағдарламасының аясында қызметте жеткен жетістіктерін ескере отырып, Жексенбаев азаматқа 2 бөлмелі пәтердің ордерімен кілтін тапсыруға рұқсат етіңіздер. Үміт үзбеумен, сыр толы іздермен келемін тағдырдың жолында. Білемін бірақта жол толы сұраққа жеткізер мұратқа, тұлпардың тізгіні қолыңда. Көңілім жүр құлагер, жүректе толы сезімің, бәріне оның куәгер. Сүйікті қалам өзімнің, бой бермек боранда олға, жетелер тылсым сыр мені, махаббат жағалауында. Бақытым күтіп тұр мені. Жастықтың шат күні, сезімнің пәк түні, қалқамның тәтті түні, тұмарғып бойыма таққаным, кеудеме сыймаған, тәңірім сыйлаған, жаныма жинаған, махаббат шырқалар тәттәнім. Көңілім жүріп құлагер, жүректе толы сезімің, бәріне оның куәгер. Сүйікті қалам өзімнің, бой бермес боранда олға, жетелер тылсым сыр мені, махаббат жағалауында. Бақытым күтіп тұр мені. Көңілім жүр құлагер, жүректе толы сезімің, бәріне оның куәгер. Сүйікті қалам өзімнің, бой бермес боранда олға,
Сенер тосын сыр мені махаббат жағалауында бақытым күтіп тұр мені жаңа отау тіккелі тұрған жастар. Өмірлеріңіздегі ең керемет сәттеріңізбен құттықтаймын. Ал енді күйеу жігіт, сіз таңдап алған жарыңызды өмір бойы сүйіп өтуге, қиындықта, қуанышта бірге болуға дайынсыз ба? Ал сіз қалыңдық, жан-жарыңызды өмір бойы сүйіп өтуге, қиындықта, қуанышта бірге болуға дайынсыз ба? Иә. Жас жұбайлар, сіздерді заңды некелеріңізбен армандар мен биік мақсаттар орындалатын осынау жас қалаға менің де көшіп келмек ойым бар. Астана күні мерекесін дейім жұрт дүркіретіп той жасап атады. Бұл шараның әсемде әсерлі болуына барынша үлес қосқан қала көркейту мекемесі де атқарылған шаруаны қорытындылап, салтанатты жиын өткізді. Жас мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру бағытындағы елбасының арнайы бағдарламасына сәйкес Жұмабаев Айдарды Италияға, Рим қаласына 2 жылға оқуға жіберуге шешім қабылданды. Құттықтаймын. Қайтып оралып, еліңнің, жеріңнің игілігіне қызмет етуің керек. Осыны есіңнен шығарма. Ал, құтты болсын. Қыздарың келген екен ғой. Иә, Лондоннан келді. Жақсы, сау бол. Сау бол. Ержан, уақыт әлі бар. Күтер. Самолет ұшып кетті. Иә, енді асықпай қой, пойызбен барамыз. Иә. Көп күтіп қалдың ба? Жоқ, тіркеу енді басталды. Сәлематсыздар ма? Қош келдіңіздер. Сәлематсыз ба? Сәлематсыздар ма? Сәлематсыз ба? Сусын алыңыздар. Рахмет. Неге? Көңілім босап кетті. Мына
сынағыңыз бір керемет қой, а? Енді романтика дегенге адамды осыншама қинауға бола ма? Неге? Мүмкін осы шабытпен тағы да бір тарихи шығарма жазып жібересіз, а? Шәке, бұл бұрыннан бір тақырып қой.